Салам достар, сенен бірге бұл мен Блоди. Менің бүгінгі видеома қош келдіңіздер. Бүгін өздерің көріп тұрғандарындай бір ескі видео шығайын деп тұр. Яғни мен Black Rush КРМП ойында, GTA телефонда, сонда керемет бір жұмысты айтатын боламын. Қалай істеу керек туралы, бағасы да өте керемет. Осы арқылы сіздер байып кетесіздер. Енді сол байып кетіп болмайсыздар, және де жаңадан келген ойыншыларға өте керемет таптырмас жұмыс. Сондықтан да видеоны до конца көріп кетіңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Достар, міне картада көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде бүйтіп Корекино деген жер бар. Корекино. Осы жерде міне GPS былай белгілейсіздер. Қазір татырыңыздар. Міне GPS дейсіздер, міне GPS деп жазасыздар. Парап өтеді. Мына жерде Кладескатель деген тұрады. Кладескатель деген тұрады. Соны отметить етесіздер, отметить. И потом мына жерде қызыл тұрады. Міне дәл осы жерде. Лопатамен металлоискатель керек, сондықтан ближайший 24-7 дейсіздер, яғни магазинге барасың, и потом барғаннан кейін міне бізде магазин белгілеп тұр, мінекей. Осы магазинге келеміз, и потом міне қарап түссек, міне қаран. Мына жерде не бар? Осындай магазин кіреміз, кіргеннен кейін міне осыған барамыз. И потом мына жерде бізде осындай түрлі заттар тұрады, қара көзім. Түрлі заттар тұрады, міне металлоискатель, соны аласыздар. Соны аласың 2500-ге. И потом лопату для кладескатель. Подвалды емес, кладескательді басасың. Содан соң біздің белгілеген жер кладескательге қарай жол тартамыз. Корекино кладескатель жеріне жол тартатын боламыз. Қызыл берген қарап тұрсын, мына жерде көріп тұрасың. Соны көріп тұрасыңдар, мінекей. Бұл не? Қызыл отметка тұрады. Қызыл отметканы көресіңдер. Мынау қоймайтын жерге қойып, барлық жолды бітеп мына жерді. Міне осы жерден аласыздар. И потом мына жерде кардан қарайсыңдар. Мына жер осы жерде болуы мүмкін біреу. Біреу мына жерде болуы мүмкін. Қарасаңдар, осы жердің екеуі біреу тұрады. Қараңдар. Міне осы менде арзанмас. Енді соған өзіңіз белгі қоямыз. Оған GPS-тен қоя алмайсыңдар. Тек картадан басасыңдар. И потом сол жаққа жол тартасыңдар. 15.000 береді. 15.000 береді. Сол 15.000 алып, 15.000 жинай берсеңдер, смело не аласың? Машина, үй, көп зат аласың. Өзің болмайсың, дерзкі бір бай адам боласың осы жұмыстың арқасында. Ол үшін екінші уровень бар. Ол үшін екінші уровень или білмеймін. Бірақ бірінші уровень новичоктар істей алмайтын, нақты айтам. Міне жеттім, міне осы сары белгіге жеттім. И міне өшіртейін машинаны. И потом түсеміз. И мұнан қараңдар. Менде мына шетте метр көрсетіп тұр, 61 метр. Соны біз 9 метрға дейін апару керек. Әйтпесе қазылмайды, қазына табылмайды. Сондықтан апарып тұру керек. Осылай жүреміз. 80 метр, 75, 66, 59 кетіп отыр. Мен азайт. 45, 36, 27, 17, 9 міне. И потом, слэш и дич. И потом міне осындай не шығады. Бізге бомбаға түспей былай басып отыру керек. Міне біз бомбаға түсіп қалдық, и мына жақтан бастаймыз. Енді мына жер жаттап аламыз. О жерде бомба бар. Тағы да бомбаға түсіп қалдық. Мына жерден бастаймыз. Осылай естіп басып шығамыз. Міне басамыз, жан жақты бүкіл басып шығамыз. Міне біз бірінші қазынамызды таптық. Бізге 5 қазына табу керек. Клад. Міне осылай ойбу қақ кеттім мен. Так, нормально екен, нормально. Міне мына жерде 12, так. 12 жылдамай жатыр. 16, 20, 18, 14, 9, міне 9. 9 қайтадан тура солай диктеп жазасыңдар. Диктеп жазғаннан кейін тағы да бүйтіп басып шығасыңдар. Үйреніп алыңдар.
міне мына жерде тағы да тап қаз бой. Енді екі істеп тастадым екеуін. 26, 21, 20, қайтадан 26 болып кетті, значит мына жаққа кеттік. Так, түспей жатыр что-то не то, анау қиын секілді мына жер. Так, 25, 19, 18. Так, мына жерге 29, 31, 29, 26, 24, 23, 17. Так, давай. 10. Все. Енді все, окей. Енді тағы да қайтадан басып шыға беретін боламыз. Оңай жұмыс негізі. Былай қарағанда қымбат табасың и оңай жұмыс. Тағы бір клад тауып болдық. Тағы бір клад. 24, 20, 15, 13. Так, 13, 19, 14, 11, 18. Все, тағы бір клад бізде дайын. Тағы бір клад дайын. Так, жасап отыр. Так, все, енді бізге біреу ғана қалды. Біреу. И сосын 15.000 теңге қолда тұр. Міне өйстіп тауып аламыз. Так. Соңғы кладты да жүріп таптық. Так, секіріп кетпеу керек. Мынадан аттап өтуге болмайды, мынаны қараңдар. Мына жерде тек осы жерлерден бастайсыңдар. Мына жерден былай басқаннан кейін мынаған атта кетуге болмайды. Сондықтан олай болмайды. Сондықтан осылай бастайсыңдар. Бомбаға түссеңдер, қайтадан мына жағынан бастайсыңдар. Ол басты істету керек қой, короче. Оңай жұмыс негізі, баспен істетсең. Все, клад таптық. И потом поздравляем, 15.895 рубль заработать еттім. Вот, все, міне. Ал енді достар, осымен біздің видео соңына жетті. Енді осы видеоға келіп тағыңызға қарап, қолдап, лайк басып отқандарына мың алғыс. Енді сіздерге бір сұрағым, осы жерге егерде сіздерге қандай сұрақ мазалап жүр, немесе не білмей жүрсіздер, не істеу керек блогерашта, сол туралы айта кетсеңіздер, сұрақ қойып кетсеңіздер, мен жауап беретін боламын. Және де ол туралы видеода шығарып қаламын. Идеялар, неше түрлі идеялар, көптеген қызық нәрселерді қалдырып кетсеңіздер, мен шығаруға тырысамын. Сондықтан комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Блоди, амандықта жүздескенше сау болыңыздар. Давайте!